Сәлем достар, қалайсыздар? Баршаңызбен амандасып қояйын. Осылай басыма орамалымды фукетіп тақтым да, менен жолға шықтық. Кішкентай баламды алдым, шашын тақырлап аламыз, не болмаса прическа жасаймыз деп. Мен бірінші алдымен базарға барайық дедік. Мен үлкен қыз машинада сәл үйреніп бастады. Мен баламызды машинаға сап алдық да, папасы екеуміз базарға қарап кеттік. Самал базарда осындай каргодан келетін, осындай заттар бар екен, Қытайдан келетін неше түрлі заттар бар екен. Адамның бәрі осы жерде, білмеймін, су тегін беріп жатқандай әйтеуір жүрміз осы жерден заттар алдық. Онша одан кейін барыс базарға барып, продуктілер алып, бір конфет бар екен, килограммы 2000 теңгеден, осыны алдық. Балаға ашып бердім, бір печеный да алдық. Мен үйге барлық продуктілерді алып, балам екеуміз мәз болып шоколадты жеп алып, жөнекей баламның шашын алдыруға кірдік парикмахерге. Сөйтсек, мен баламен аттас Мұхаммед деген баланың да шашын алып жатыр екен. Одан кейін біз тұрдық очередке, давайте мен балам күнде алып тастай салыңызшы деп, ар жақтағы очередте тұрған адамдардан алдын ала сұрап алдық та, мен баламның шашын прическа жасамай-ақ қоя салайық, алып тастайық тақырлап деп, полный алып тастадық. Бір хрустайм ба, осын хрустейм дей ма, не дейтін еді, ұмыт қалдым. Осы керешки кішкентай 200 теңгеден екен, соны алдық қызыма. Одан кейін балам екеуміз жүрек жалғайық деп пирожки алып үйге қайттық. Бір продуктілерін бәрін давайте қыздар үйге кіргізіңдер, мен манты жасап тастайын деп, мантының қамырын жақсылап тұрып жайдым. Оған менің қыздарым көмектесті. Нараяна деген 3-ші қызым енді түйуді қатырады екен. Қараңыздар, бұлай түйет деп үйретіп жатыр ғой, қарасаңыздар. Осылай түйіп үйреніңіздер, сіздерде өте керемет болады. Және де жаңа базардан алған затымыз көрсетейік. Осы бір нәски, колготки, ішкем тұратын осындай бір заттар алдық. Салатын осындай 4 штугын 3,5 мыңнан түсті ғой. Сосын біреулік бар екен, оны күйеуімнің нәскелерін сап қойдым. Ол біреулікті бағасы есімде болмай тұр, 2,5 мың теңге ау деймін. Бір чайникті алдық, 900 теңгеге алдық бұл чайникті. Сосын біреуді кеше Төркініме барған кезде жеңгем подарок етті. Ал бұны мен инстаграмнан реклама арқылы көріп қалдым. Тура осы зат 3,5 мың теңге тұрады екен. Айтқандай, мен Пиндиодадан осыны заказ беріп көрейін деп жатырмын. Осындай керекті заттарды сіздермен алдағы уақытта бөлісетін болам. Қараңыздар, ішінде ожауы да бар, қамыр ауқатты 5 бармақ алатын да бар, жұмыртқаны жаңағы бетіне, самсам бетіне жағатын да бар.